Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің атым Гүлім. Бүгін сіздермен біз SPF-тар туралы сөйлесеміз. SPF кремдер туралы және де күннен қорғану керек па, керек емес па, сол туралы сөйлесеміз. Кремдердің мынау түрлері мен көрсеткен екі түрі. Негізі осы жылғы сатып алған екеуі. Негізі SPF кремдердің бір жаман жері бір жылға ғана жетеді. Бір жылдан кейін ашқаннан кейін сіз кремді екінші жылы қолдана алмайсыз. Жыл бойы қолдану керек, сондықтан мен SPF кремді экономдап олай жасамайын, бірден жақсылап жаға беремін. Мынау физический фильтр, айтпақшы, қарасаңыздар, мен сіздерге көрсетемін. Жаңа физический фильтрдің бір жаман жері бетіңізде әппақ болып қалады дедім ғой. Қараңыздар, соны көрсетейін сіздерге. Бетіңізге жаққан кезде мынандай болып қалады. Мында ақ болып тұрады. Әрине әппақ бетіңізбен далаға шыға алмайсыз, жұмыс істей алмайсыз. Бұны мен қай кезде қолданамын? Мен бұны теріме қолданамын, қолыма, немесе қараңыз, жаймен деп бұл уақыт өткен сайын әрине ақтығы кетеді, бірақ сонда да қалады. Бұны көбінесе мен демалуға барған кезде, немесе далаға шыққан кезде, жазда үстіңіз ашық киінесіз ғой, футболка, майка деген сияқты соларды киген кезде мен үстіме жағып қоямын осыны. Өйткені бұл арзанырақ химический фильтрге қарағанда, және де бұны үстіңізге қолдануға болады. Және де демалуға барған кезде, суға түскен кезде бұл фильтрдің SPF-тің сіздер қараған кезде осындай нөміріне қарайсыздар. Нөмірінде 30 деп жазылуы мүмкін. PPA, көрдіңіз ғой, UVA, UVB деген екі жаңағы күн сәулесінен екі түрінен де қорғайды деген сөз. Бұл SPF 30 дегенді қалай түсінуге болады? SPF 30 деген бұл сағаты, қанша сағат бұл сізді қорғап тұра алады. Егер сіздерге бірге жерге демалуға баратын болсаңыз, осыған қараңыз. Бірінші қарайтын нәрсеңіз 30. 30-дан көбін алған дұрыс. Мен көбінесе 30 ғана болды. Мен сатып алған кезде негізі көбінесе ана жылы мен 50 дегенін алған. SPF 50 деген бұның сағаты көп деген нәрсе. Осыны 30-ды 15-ке көбейтесіз, сол кезде минуты шығады. Мысалы 30-ды 15-ке көбейтсеңіз, қанша минут шығады, сонша минут бұны қорғайды. SPF 10 дегені болса, 10-ды 15-ке көбейтесіз, 150 минут шығады. 150 минут сізді қорғай алады деген. Мен SPF 30-ды аламын көбіне. Сосын PA++ дегені бар, ол да жақсы, ондайды алсаңыз. Және де егер демалуға, үстіңізге жағуға көбінесе алсаңыз, бұл жерде водостойкий деген сөз болу керек. Водостойкий деген суға төзімді. Сіз суға түссеңізде бұл әрине жуылып кетеді, көп ұзақ түссеңіз. Бірақ көбінесе басқа түрі бар, суға төзімсіз түрлері бар, соған қарағанда жақсы деген сөз. Осы SPF крем өте маған ұнады. Және де мен күнделікті бетіме қолданатын крем. Мен бетіме арзан заттар жаққанды ұнатпаймын. Өйткені бетім мен, сіздер білесіздер алдыңғы видеолардан, мен безеуден зорға арылған қызбын. Мен екінші жүктіліктен кейін бір жыл бойы маған бетім, таптаза бетіме безеулер шыға бастады. Сондықтан соны жеңгеннен кейін мен бетіме арзан кремдер жақсам, бірден бетім қалай айтсам болады, бетім бәрі безеу болып кетуі мүмкін. Сондықтан мен бетіме крем алған кезде, маска алған кезде, немесе не жақсам бетіме мен өте қатты мән беремін. Қыздар, мынау корейский косметика. Корейский косметика Dabo деген косметика. Бұл физический фильтр мен химический фильтр екеуі араласқан ішінде. Бұл бетке жағуға болады. Сіздерге қолыма жаңағы физический фильтрді жаңағын көрсеттім. Енді сіздерге қолыма жағып көрсетемін. Бұны бетке көбінесе күнделікті жағатын кремім. Қараңыздар, бұл мүлдем бетте білінбейді. Бетіңізге жаққаннан кейін кәдімгі крем сияқты болып кетеді. Қараңыздар екеуін. Мына қолда жаңағы физический фильтр қарасаңыздар әппақ болып тұр. Мына қолдағы жаңа ғана жақтым, кетіп қалды. Дәл крем сияқты бетіңізді ылғалдандырады, бетіңізді жұмсартады, кәдімгі крем сияқты, бірақ бетіңізді жаңағы күннің әсерінен жақсы қорғап тұрады. Қарасаңыздар, мына жерде
SPF 50 деп тұр. Жанағы SPF мына жерде 30 деп тұрғаннан бұл сағат ұзақ. Сосын PA деген мына жерде плюсы көп болса, ол өте жақсы деген сөз. Плюс мына жерде. Және де бұл бетке арналған физический химический фильтрлар. Мына жерде мен оқи алмаймын, өйткені барлығы корейше жазылып тұр. Крем жақсы. Бұл кремнің бағасы 2000 теңгедей тұрады. Мен бұл реклама емес, өзім ақшама сатып алған. Просто көбінесе қыздар қазір комментария жазайды, қанша теңге тұрады, неге айтпайсыз, қайдан алғансыз? Корей косметика жаңағы интернет магазиннен сатып алдым. Рахмет сіздерге, келесі кездескенше сау болыңыздар.